Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге зімбір мен қалампыр қоспасының пайдасы мен зияны туралы, сондай-ақ мұндай қоспаның қандай ауруларға көмектесетіні туралы айтып беретін боламыз. Сондықтан бейнені соңына дейін қараңыздар. Осылайша көптеген қызықты ақпаратты білетін боласыздар. Ал бейненің соңында біз сіздермен емдік рецепттермен де бөлісе кетеміз. Зімбір мен қалампырдың пайдалы қасиеттері. Зімбірдің пайдалы қасиеттері халықтық медицинада ежелден бері белгілі. Зімбірдің ерекше иісі мен дәмі оның құрамындағы зингерон, шуагола және джинжерол заттарына байланысты. Ал олар тоқ-ішек қатерлі ісігінің алдын алу мен емдеуде тиімді заттар болып табылады. Оның құрамында липидтер, крахмал, С, В1, В2, А дәрумендері, фосфор, кальций, магний, темір және мырыш, натрий мен калий бар. Сондай-ақ цитрал, барниол, гингерол, камфин және эфир майлары бар. Лизин мен фенилалин, метионин және басқалар сияқты маңызды амин қышқылдары да анықталды. Жаңа піскен кезде зімбір өте хош иісті, өткір дәмі бар. Тамыр микроорганизмдермен күресуге көмектеседі, иммунитетті арттырады, ас қорытуға пайдалы әсер етеді. Зімбірдің патагондық, қақырық түсіретін, анальгетикалық әсері бар екендігі белгілі. Қалампыр аса пайдалы. Оны тек тамақ дайындауға ғана емес, сонымен қатар емдік мақсатта да қолдануға болады. Егер ол дұрыс қолданылса, көптеген аурулармен күресуге қауқарлы. Дәмдеуіш дененің барлық жерлеріне оң әсер етеді. Ол бактериоциттік қасиетке ие. Саңырауқұлақтар және вирустармен тиімді күреседі. Токсиндерді кетіреді, жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Ол айқын түрде спазмдарға қарсы әсер етеді. Қалампырдың құрамындағы С дәрумені иммунитетті арттыруға және қан тамырлары мен шеміршек қабырғаларын нығайтуға көмектеседі. К дәрумені қан түзілу функциясын, сондай-ақ бауырдың, өт қабының және бүйректің жұмысын реттейді. Б6 дәрумені есте сақтау қабілетін жақсартады және қандағы глюкоза деңгейін бақылайды. Бұл әсіресе қант диабетінде өте маңызды. Зімбір мен қалампырдың емдік рецепттері. Осы өсімдіктерден емдік отвар немесе тұнбалар дайындау үшін сізге дұрыс рецепттер таңдау керек. Бірінші, суық тию, вирустық және респираторлық аурулар кезінде. Мұндай хош иісті сусын тұмау, суық тию, вирустық кезеңде тамаша профилактикалық әдіс болып табылады. Бірінші рецепт. Дайындау үшін 1 шай қасық қара шай, 1-2 тілім лимон, 30 мл апельсин шырынын, жарты корица, 3 қалампыр бүршігі, ұсақталған зімбір және бірнеше жалбыз жапырағын алыңыз. Шай мен қалампыр, зімбір мен корица және жалбызды араластырып 500 мл су құйыңыз және оны 5-6 минут қайнатыңыз. Қолданар алдында лимон мен апельсиннің шырынын және табиғи балды қосыңыз. Мұндай шайды күні бойы бірнеше рет ішуге болады. Екінші рецепт. Сізге 2 ас қасық үгітілген зімбір қажет, 4 лимон сығындысы, 5 дана қалампыр, 6 дана қарабұрыш бұршағы және 2 ас қасық бал. Алдымен зімбірді тазалап алып, оны ұсақ үккіште ұнтақтаңыз. Зімбірді кастрөлге салыңыз. Сол жерге 4 кесе жылы су құйып, орташа отқа қойыңыз. Қайнатыңыз, содан кейін қалампырмен ұсақталған қарабұрышты қосып, қақпағын жауып тағы 10 минут қайнатыңыз. Дайын сусынды сүзіп алып, лимон тілімдері мен бал қосыңыз. Екінші, бас ауруы кезінде. Дәрілік затты дайындау үшін сізге 3-4 қалампыр бүршігін ұнтақ күйіне дейін ұнтақтап, оны тас тұзымен тең пропорцияда араластырып, 200 мл сүтке 1 шай қасық дайын қоспаны қосып, бәрін мұқият араластыру керек. Мұндай сусын әртүрлі сипаттағы бас ауруларын тиімді түрде жояды. Үшінші, әмбебап сусын. Тыныс жолдары ауруларынан қорғану және оны емдеу, ұйқысыздықтан арылу, қандағы қант деңгейін төмендету, сондай-ақ тіс шегісінің пайда болу қаупін азайту үшін керемет сусын жасауға болады. Оны дайындау үшін 2 дана лавр жапырағын және 3 қалампыр бүршігін алыңыз. 300 мл қайнаған су құйыңыз, 30 минут қайнатыңыз. Сорпаны сүзіп, ұйықтар алдында 1 стаканнан ішіп отырыңыз. Ал сусынды тоңазытқышта тек 3 күнге дейін сақтауға болады. Төртінші, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту үшін. Қалампыр ас қорыту процестерін күшейте алады. Жалпы асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді. 2 бүршікті тамақтанудан 20 минут 1 шай қасық балмен шайнау керек. Ас қорыту процестерін ынталандыру және метаболизмді қалыпқа келтіру арқылы сіз метеоризмнен, колиттен және қышқылдығы төмен гастриттен тез түрде арыла аласыз. Сонымен қатар сол әдіспен артық салмақ жоғалтуға да болады. Бірақ мұндай рецепт асқазан және 12-лі ішектің ашық жарасы кезінде жарамайды.
Бесінші, құрғақ жөтел, қалтырау және дененің сынып ауруы кезінде. Ол үшін сіз арнайы жақпа жасай аласыз. 3 тамшы қалампыр майын алыңыз. Шалфей мен ментол сығындысын араластырыңыз. Ал оларға бір шымшым қыша ұнтағын қосуға болады. Алынған қоспаға балалар кремін немесе өсімдік майын қосыңыз. Жақпаны бронх пен өкпе деңгейінде, кеуде және арқа аймағына жеңіл массаж жасау қозғалыстармен жағыңыз. Процедура түнде жасалады. Толық емдеу курсы шамамен 5 күн. Алтыншы, тыныс алу жүйесінің аурулар кезінде. Контейнерге 250 мл су құйыңыз. 12 хош иісті қалампыр бүршігі мен жаңа тазартылған зімбір қосыңыз. Барлығын бая отқа қойып қайнатыңыз. 1-2 шай қасық қара шай қосыңыз. Сусынды жауып 10 минут қайнатыңыз. Дайын өнімді сүзіп алып оған 50 мл жылы сүт қосу керек. Ал қоспаны таңертең және кешке тамақтанудан 30 минут бұрын ішкен жөн. Жетінші, іріңді ангина кезінде. Зімбір тамырының 2 бөлігін үккіштен өткізіңіз. 200 мл қайнаған су құйыңыз. Мұқият араластырыңыз. Бая отта су ваннасына салыңыз. Оны 15 минут қайнату керек. Дайын сусынға 1-2 шай қасық бал және жарты шай қасық прополис қосыңыз. Өнім дайын болғаннан кейін күніне 3 рет 100 мл-ден жылы түрінде қабылдап отырыңыз. Сегізінші, гипертония кезінде. 40 қалампыр бүршігін алып, оған 4 стакан су құйыңыз. Қоспаны кастрюльде шамамен 500 мл болғанша бая отта қайнатыңыз. Дайын сорпаны сүзіп алып, оны күніне 3 рет 1 ас қасықтан ішіп отыру керек. 9-шы, үнді йогтардың шайы. Йогтардың әмбебап сусыны көптеген ауруларға көмектеседі. Ол үшін 1 шай қасық зімбір мен корица ұнтағын, жарты шай қасық куркума, 9 қалампыр бүршігін, 9 кардамон тұқымын алып, бәрін 600 мл қайнаған суға қосыңыз. 4 шай қасық еріген сары май қосыңыз. Контейнерді бая отқа қойып, 10-12 минут қайнатыңыз. Содан кейін сүтті құйып, тағы да қайнатыңыз. Өнімді салқындатып, сүзіп, 4 бірдей тең бөлікке бөліп, күні бойы ішуіңіз керек. Ал әр пропорцияға 1 шай қасық бал қосып отыру керек. Сонымен қатар ішер алдында сусын міндетті түрде жылы болу керек. 10-шы, конъюнктивит кезінде. Бұл ауруды емдеуге арналған атвар дайындау үшін сізге 1 шай қасық қалампыр мен жарты литр су қажет. Өнімді тамшылар ретінде күніне 3 рет, әр көзге 3-4 тамшыдан тамызып отыру керек. 11-ші, жүрек қан тамырлары аурулары мен атеросклероз кезінде. Бұл сусынның құрамында тек 3 қарапайым ингредиент бар. Бұл кептірілген ұнтақталған қалампыр, зімбір, сонымен қатар таза ауыз суы. Кішкене шымшым қалампыр алып, зімбір ұнтағын немесе үгітілген зімбір тамырын қосып, оларды қайнаған сумен құйыңыз. Сусын 5 минут бойы тұндырылу керек. Сосын дәміне қарай бал қосуға болады. Және күніне 3 рет ішу қажет. Бұл өніммен сіз қаныңызды токсиндерден және жаман холестериннен тазарта аласыз. Қалампыр қосылған зімбірдің қарсы көрсетілімдері. Барлық өнім сияқты зімбір мен қалампырдың да кейбір қарсы көрсетілімдері бар. Біріншіден, дәмдеуіштер 3 жасқа дейінгі балаларға, жүкті әйелдерге және лактация кезінде қолдануға болмайды. Екіншіден, жеке төзімсіздік және компоненттерге аллергия болған кезде, асқазан сөлінің қышқылдығының жоғарылау кезінде, асқазан немесе 12-лі ішектің жарасының өршуі кезінде, сонымен қатар жүйке жүйесінің аурулары кезінде бас тарту керек. Үшіншіден, асқазан ішек жолдарының ауруларын басқа препараттармен белсенді емдеу кезінде диетадан уақытша алып тастау керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.